Бүгін біздер do, does'ды өтеміз. Do, does. Енді do, does бізде present simple'ның жалғасы, да? Present simple'да бізде көмекші етістіктер. Енді қай кезде қолданылады? Do, does бізде болымсыз, осындай, және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Енді соған мысал келтірейік. Мен мектепке барамын. Бізде болымсыз сөйлем. I go to school. Мен мектепке бармаймын. Болымсыз сөйлем. I do not go to school. Екіншісі. Мен ағылшынша сөйлеймін. Ол бізде болымсыз сөйлем. I speak English. Енді бізде болымсыз сөйлем. Мен ағылшынша сөйлемеймін. I do not speak English. Бізде дуға мысал келтірдік. Енді дазға мысал келтірейік екіншісіне. Она любит мороженое. Ол мороженое жақсы көреді. Балмұздақ жақсы көреді. Бұл бізде болымсыз сөйлем. She likes an деген артикль қоямыз, егер бір нәрсе болса. An ice cream. Енді болымсыз сөйлем жазайық. Она не любит мороженое. She does not like an ice cream. Осындай кезде does she, he мен қолданады. Енді he-ға мысал келтірейік. Он живет в Атырау. Ол Атырауда тұрады. Бізде болымсыз сөйлем. He lives in Атырау. Ол Атырауда тұрады. Енді болымсыз сөйлем. Ол Атырауда тұрмайды. He does not live in Атырау.